Пайғамбар саллаллаху алейхи осы соңғы ашр ал-ауахир дейді, соңғы 10 күні болған кезде Рамазан айында Аллахума иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни деп көп айтатын болған. Аллахым, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, фаъфу анни, мені кешір деп. Тек қана ғафур деген сөз бар, ғафур, кешірімді деген ғафур деген сөз, ғафар деген сөз. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соңғы 10 күнде ғафуун деген сөзді қолданған. Ғафуун деген. Өйткені ғафуун деген сөз ол кешіргенде соншалық кешіреді, ізі қалдырмай кешіреді. Сіздің істеген күнәларыңыз, дәптеріңізде істеген күнәларыңыз бар ғой, ашқан кезде табылмай қалады, жоқ болып кетеді, ізімен жоқ болып кетеді. Сонша бәрін кетіп тастайды Аллах Тағала. Алла сондай мейірімді, тіпті сіз қанша күнә жасадыңыз, сол күнәні жақсылыққа айналдырып жібереді. Алла сізді жақсы көрсе, сізді кешірсін. Ойлаңыз, сіз 20 жыл, 15 жыл бойы қарсы шықтыңыз, Аллаға намаз оқымадыңыз, күнәнің барлығын істедіңіз, бір Алла Тағала сол бүткіл күнәңізді алады да айналдырып жібереді. Хасанат дейді. Жаманшылығында Алла Тағала жақсы қылып жібереді. Аллахумма إنك عفو تحب العفو فاعف عني